Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін біздің IAM Frontender курсымыздың екінші күні, екінші сабағы. Енді бүгінгі тақырыпты барлықтарыңыз білесіздер. Бүгін біз программалық жабдықтармен жұмыс жасайтын боламыз. Компьютеріміз туралы сөйлесеміз, ноутбугымыз туралы сөйлесеміз, және де кодты қандай среда разработкада жазамыз деген үлкен ауқымды тақырыпта сөйлесеміз, сондай-ақ программаларды орнататын боламыз. Енді бізде ең алғашқы сұрақ: бұл курсты өту үшін бізге ең алдымен не керек? Ол әрине компьютер немесе ноутбук. Иә, әрбірімізде енді ноутбук немесе компьютер бар деген үміттемін, себебі енді сізде компьютер болмайтын болса, сіз курсқа жазылмайтын едіңіз деп ойлаймын да. Сондықтан енді әрбірімізде әртүрлі қазір компьютерлер, ноутбуктер бар. Біреуіміздікі 100 мың теңгелік болуы мүмкін, біреуіміздікі 400 мың теңгелік, біреуіміздікі 600 мың теңгелік деген секілді. Біреуіміздің компьютерімізге 5 жыл болған болуы мүмкін, біреуімізге 10 жыл деген секілді, біреуіміздікі жаңа болуы мүмкін. Сондықтан сайт жасау үшін, фронтенд разработкамен айналысу үшін, код жаза білу үшін жалпы біздің компьютеріміздің, яғни персональный компьютеріміздің қандай характеристикаларына назар аудару керек дейтін болсақ. Енді мен өзімнің компьютерімнің характеристикаларын сіздерге көрсетейін. Оны білу үшін мінекей этот компьютерді ашамыз. Сізде мой компьютер болуы мүмкін. Стол кнопкасын басамын, бұл жерде барлық жазылып тұрады. Мысалы, менің процессорым мінекей Intel Core i5, 9 поколение, установленная память OZU деп аталады, 16 гигабайт. Бұл сіздің жалпы компьютеріңіздің қату-қатпауына жауап беретін бір нәрсе деп айтуға болады. Әрине 64 разряд. Енді бұл жерде бізге ең керекті нәрселер, по сути, процессор, OZU, и мына жақтан қазір видеокартаны көруге болады. Диспетчер устройств басасыздар. Кейбіреуіңізде Windows 7, кейбіреуіңізде 10. Мінекей жазылып тұр NVIDIA GeForce GTX 1650. Енді барынша өзіме қолайлы ноутбук алуға тырыстым, осы жылы алған болатын. Жалпы бізге қандай характеристика керек негізінде, жаңа қайтадан ашып қояйық. Мен сіздерге айтайын, сізге код жазу үшін, жалпы HTML тілінде болсын, CSS тілінде болсын, код жазу үшін сізге керекті үш нәрсе ғана керек. По сути бар ғой. Егер компьютер болса, үш-ақ нәрсе керек. Жарайды, төртеу. Монитор, процессор, клавиатура, мышка. Ноутбук болса, ноутбук қана керек. Енді бұл жерде енді қалжың-қалжыңмен, бірақ серьезно айтатын болсақ, жалпы код жазу үшін компьютердің мощный еместігі қатты рөл ойнамайды. Әрине, мейлінше жақсы компьютер болса, ол өзіңізге жақсы да, ол ертең қатпайды. Ол ертең қолайлы код жазғанға ше, тез жазасыз, ыңғайын табасыз деген секілді. Бірақ осы күнге дейін менде жалпы 2011 жылы менің ата-анам ең алғашқы компьютерімді әперген болатын. Ол кезде мен өзім 8 жастамын. Сол компьютерді мен 11 жыл қолданған болатын. Енді осы 2022 жылға дейін қолдандым ол компьютерді. Қазір енді інім қолданып жатыр. Өзім осы ноутбукты алған болатынмын. Өзіме қолайлы жұмыс жасау үшін. Ол компьютердегі менің характеристикаларыма келсек, мына жерде мысалы Intel Core i5 9 поколение деп тұр менде қазір. Ол кезде ол компьютерде менде Intel Pentium болған. Енді кейбіреуіңіз білетін шығарсыздар, енді процессорларды Pentium Celeron дегендер 10 жыл, 15 жыл бұрынғы мощный процессорлар, енді қазір өте әлсіз процессорлар болып табылады. OZU, сіздер назарларыңызды алайын, менде 16 гигабайт қазір OZU, менде компьютерде 2 гигабайт OZU болатын. Түсінесіздер ме? Қазіргі күннің өзінде ең арзан ноутбуктарда 4 гигабайт OZU. 2 гигабайт OZU-мен қазір компьютер таба алмайсыз, ноутбук таба алмайсыз сіз. Менде, сіздер түсіну үшін, сонымен жұмыс жасағанда менде вообще видеокарта болмаған ғой. Сіздер жаңа мысалы диспетчер устройствоны көрдім ғой, мысалы мен қазір мына жерде, ашайын. Менде осындай графикс па бірдеме тұрған әйтеуір, ұмытып қалдым даже. Мынандай NVIDIA деген вообще болмаған ғой менің компьютерімде, понимаете? До того слабый болған менің компьютерім, мен оны жамандамаймын. Ол мен үшін өте үлкен пайдасы тиді. Мен сонымен алғашқы білімдерімді алдым, курстарымды оқыдым. Сонымен ең алғашқы кодтарымды жаздым. Тіпті кәдімгідей уровеньге шықтым деп айта аламын да ол компьютердің арқасында. Сондықтан сіздер үшін жалпы компьютердің, ноутбуктың характеристикалары әрине өзіңіз үшін маңызды, бірақ код жазу үшін оның ешқандай маңызы жоқ. Тек қана жаңағы
қату қатпауына байланысты болуы мүмкін. Кейбір программалар көтеріп көтермеуі деген секілді. Бірақ кодты сіз любой жаза аласыз, любой компьютерде жаза аласыз. Жарайды, бұл сұрақты жаптық. Келесі сұрақ. Кодты қайда жазамыз? Қалай жазамыз? Қалай жазамыз деген енді келесі сабақта болады. Бүгін қайда жазамыз деген сұраққа жауап беретін боламыз. Жалпы программированияға кірмес бұрын, мысалы, қандай тіл оқысаңыз да, қандай мысалы саласына түссеңіз де, сіз әрине код жазасыз. Кодты қайда жазамыз деген сұрақ бар. Біз кодты по сути блокнотқа да жаза аламыз да. Мысалы, былай алып блокнотқа жазсақ болады, текстік документімізде машина жаза беруге болады. Бірақ олай ешкім жасамайды. Неге? Ол үшін, осы проблеманың шешімі үшін әлемде, жалпы осы ғаламторда компьютерге арналған текстовый редакторлар бар. Среда разработкалар. Олар өте көп түрлері бар программалар. Бесплатный бар, платный бар деген секілді де. Олардың әрине табыстар үшін өздері кәдімгідей пробный версиялар болады, платный версиялар болады. Енді олар $1 деп тұрады. Енді олар өздері арнайы бір жақсы мүмкіндіктерін жасап қойған, сол үшін тегін болмайды. Бірақ біз бүгін тегін туралы сөйлесетін боламыз. Себебі бізге платныйлардың вообще қажеті жоқ қазір. Үйренетін кезде ше. Енді мен сіздерге қазір өзім білетін жалпы қолайлы 3 текстовый редактор көрсететін боламын. Ең алғашқысы бізде Notepad++. Бұл өте ескі редактор. Мына жерде қарайтын болсаңыздар, қараңыздар, 24 ноябрь 2003 жылы шыққан. Мен жарты жылға кішкентай екен. Жалпы Notepad++-ты бізге универде, мысалы, HTML сабағын өткен кезде тура осы программаны жазып, осы программаны жүктеп, осы программамен жұмыс жасаңдар деп айтқан болатын. Енді бұл компьютерде болды, по-моему, сол кезде бар ғой, аудиторияда неметпесем, қателеспесем. Енді возможность дейді, мына жерде ескі текстовый редактор, честно айтайын. Мысалы, мына жерде көрейік, интерфейс. Қарасаңыздар, мына жерде қараңыздар, кәдімгі Microsoft Office секілді ме, то ли білмеймін, маған ұнаған жоқ. Маған біріншіден интерфейс ұнаған жоқ, екіншіден білмеймін, мына жерде плагин бар ма жоқ па, бірақ маған неудобно болды жазуға. Шынымды айтайын, мен универдегі осы HTML сабағына дейін әрине HTML болсын, CSS болсын біраз код жазып тастағанмын. Шыны керек, өзім оқыған курстарым бойынша да. Сондықтан бұл маған ұнаған жоқ. Мен алдым да өзіме керегін жаздым. Ол туралы қазір айтадым ғой. Енді жалпы бастағанға бәлкім жақсы шығар түсіну үшін. Алғашқыда әрине кодты өз қолыңызбен жазғаныңыз дұрыс, бірақ әрмен қарай жұмыс жеңілдету үшін жалпы тез жазатын функциялар бар. Текст редактор керек сіздерге. Енді бұл алғашқы вариантын жазу үшін жерде сілтемесі бар. Сілтемесін сіздерге қазір жібере саламын. Осы сабақтан кейін немесе осы сабақ астында тұратын болады. Notepad деген, былайша айтқанда блокнот қой. Блокнот секілді, просто кішкене продвинутый. Келесі бізде Atom деген текст редактор бар. Жалпы алғашқыда осы текст редактормен жұмыс жасадым. Маған ұнады. Міне қарап көрейік интерфейсін. Бұл жерде де түстер бар. Көрінеді, современный, кәдімгі дамыған екені. Жалпы бұл редакторға мен ешқандай претензиям жоқ. Сондықтан міне қараңыздар, жазылып тұр. Мультиплатформенный, бүкіл нелер бар екен, Windows, Linux, Mac. Жалпы бұл жерде кез келген код жазуға болады. 2000 пакет, 600 тема дейді. Өте керемет негізінде бағдарлама. Тегін, несі аз, по-моему, памяти жасаңыздар. GitHub шығарған. Сондықтан енді осы программаны да қолдансаңыздар болады. Мен сіздерге 3 вариант беремін. Үшіншісі, ол өзімнің жақсы көретін вариантым, Sublime Text. Sublime Text мен мына жерден көрейік. Қараңыздар интерфейс. Мінекей жазып жатыр. Жанында барлық шығып тұрады, папкасы болсын, кодтардың бәрі әдемі тұрады. Бұл жерде бірнеше қылып аша беруге болады да, страницаларды, сайттарды. Енді қазір осыны жазып көрсетейін сіздерге. Жаңағы бағана айтып өткендей, Notepad-ты маған көрсеткен кезде мен алдымда Sublime Text жазамын. Тупо Sublime Text жазамын, потому что мен Sublime Text қолданамын да, мен пользователім, маған ұнайды Sublime Text. Сол үшін мен Sublime Text-пен жұмыс жасадым. Міне бізде жазылып жатыр, жүктеліп жатыр. Әзірге сөйлесе тұрайық осы темада. Жалпы Sublime Text бесплатный программа, платный да бар, бай деп тұр екен. Ішіне кіргенде там шығып отырады, там соны платный версиясын сатып алсаң болады, жауып саласың, түк те болмайды. Бұл жерде пробный там 30 күн деген тема жоқ. Аласың да жұмыс жасай бересің. Свое удобство.
бұл жерде тоже кез келген код жаза беруге болады, бірақ мен ойлаймын енді өзіңіз бір тауып алу керек та сізге. Мен үшін салайын текст. Мен бұны көрсететін боламын қазір сіздерге. Бәлкім сізге атом ұнайды, бәлкім нотпад. Басқа да варианттар бар, өзіңіз қарастырып көрсеңіз болады. Бірақ мен сіздерге, менен сұраса, менен кеңес сұрайтын болсаңыздар, мысалы, қандай программа жазайын десеңіздер, осы Sublime Text деп айтатын едім де. Ну, просто мен өзімнің опытымнан жалпы осы программаны былайша айтқанда сіздерге кеңес ретінде беретін едім. Жазылып болып қалған сияқты. Жалпы енді жазылу процесінің барлығын сіздер көрсетіп шығайын. Бұл жерде нөлден бастап үйретемін дедім. Сондықтан барлығы болады. Мінекей жазылды. Ашамыз. Бұл сайттардың барлығын сілтемесін мен сізге жіберемін. Сондықтан уайымдамаңыздар. Да деп басамыз. Жап отырайық. Енді next деп баса бересіздер. Вообще тез нәрсе негізі. Программа установить ете алатын шығарсыздар деп ойлаймын. Бәріңіз ойын ойнаған шығарсыздар компьютерден. Жасырып керек емес, бәріміз ойнадық бала күнімізде. Қазір ойнайтындар бар шығар, білмеймін. Sublime Text уже жазылды. Ашайық қазір. Міне, өте тез жазылады. Бұл 18 мегабайт қана, вообще память алмайды. Вот алғашқы біздің интерфейсіміз осындай. Sublime Text ашпас бұрын бізде жасайтын бір нәрсе бар, өте маңызды. Ең алғашқы рет неткенде. Мінекей preference деген ішінде package control деген бар. Соны басамыз. Осы жерден мынандай нәрсе шығады строка. Так, жерге package control'ның жанына install package деп жазамыз. Мен біріншісі тұр. Enter'ді басасыздар. Осындай нәрсе шығады. Біз HTML, CSS кодтарын жазу үшін бізге Emmet деген плагин керек. Мына жерде мыңдаған, жүздеген плагиндер бар. Сондықтан да менен қайталап отырыңыздар. Emmet дейсіздер. Бұл жерде бірнеше шығады енді. Негізінде тек қана Emmet деген бар. Enter басасыздар. Все, Emmet жазылды. Emmet не үшін керек дейтін сұрақ болатын болса, біз енді қазір Emmet жаздық. Енді бірінші мына жерде бір файл сохранить етіп алайық. Давайте. Бізге HTML керек болғандықтан индекс HTML деп сохранить етеміз. Индекс HTML деп сохранить еттік. Вуаля. Жалпы Emmet плагині осындай нәрсе жасай алады. Мысалы, қазір бір нәрсе көрсетейін. Енді қарапайым нәрсе көрсете салайын, мысалы. Мен жазған бір түрлі. Мысалы, мынандай конструкция бар да, келесі уақытта түсінетін ол HTML нәрсесі. Оны осылай бір ғана движениемен жасамыз. Emmet'тің осындай бір несі бар, плюсы бар десек болады. Енді мына конструкция туралы келесі сабақта сөйлесетін боламыз. Бүгінше енді осы қазір Sublime Text туралы айтып өтейін. Sublime Text өте, білмеймін, мен үшін керемет кросс-платформалық бір текстовый редактор деп айта аламын. Мына жерде ағылшынша түсінбесеңіздер, енді переводчик бар, интернет бар деген секілді. Жалпы установкада қиындықтарыңыз болып жатса, немесе вообще код жазуда бір какой-то қиындықтармен сіздер кездесіп жатсаңыздар, жалпы сіз Google атамен, апамен дос болуыңыз керек. Мысалы, аласыздар да, мысалы, қараңыздар. Любой сұрақты жазасыздар, мысалы, там, мысалы, сіз жаңағы Sublime Text жаза алмайсыз, мысалы, жазасыздар. Как скачать Sublime Text дейсіздер. Миллион вариант шығады. Видеолар шығады, текстовар, вообще ссылкалар бәрі шығады да. Значит, тұрасыздар, мысалы, там, как установить Emmet. Вообще любой сұрақтың жауабы бар Google-да. Естіре кетейін. Егер нетпей жатса, жасай алмай жатсаңыздар, мен түсіндіргенім сіздерге түсініксіз болып жатса, любой нәрсені іздейсіздер да. Енді Google-дан іздейсіздер, мысалы, YouTube-тан тоже іздеуге болады да. YouTube-та да жаза саласыздар, шығады да бәрі. Плагин Emmet дейміз, мысалы. Міне дофига. Міне көп вообще видеолар шығады да, мысалы. Өте керемет нәрсе негізінде. Ғаламтор деген барымызда берген бір мүмкіндік шығар. Соны біз пайдасынан ғана пайдаланайық. Давайте бүгін мынандай нәрсемен етейік, қолданайық.
жаңағы басынан шығарып қояйын. Мынаны пока енді түсінбесеңіздер де пока тұра берсін. Давайте мынандай нәрсе жасайық. Мына жерге бір текст жазайық. Ағылшынша. Сіздерге горячий клавиш өтейін. Мысалы, так, сәлем, әлем деген текст болсын. Енді мына жерде біреуіңіз білесіздер, біреуіңіз білмейсіздер. Қарапайым бізге вообще программированиеда код жазуға керекті горячий клавишаларды үйретпейін. Сәлем әлем деген текст бар. Выделять етеміз. Сосын клавиатурада Ctrl-C деп басамыз. Ол копировать деген клавиша. Сосын Ctrl-V десек, тура сол текст бізге шығатын қазір. Бесконечно шығара беруге болады Ctrl-V-мен. Екі сөзді бір кликпен ғана жасап отыр. Ал енді қараңыздар. Так, белгілейміз, мысалы, мына бәрін белгілейміз да. Ctrl-X деген бар, ол выразить деген сөз жоқ болсайды, өше салады. Ctrl-Z дегеніміз бар, назад, яғни артқа қайтарады. Жаңағыларды қайтадан алып кетіп қараңыздар. Артқа қайтарады, көрдіңіздер ме? Алдында не істедік, соларды шығарады. Так, тағы да не бар бізде? Ctrl-A деген бар, бүкіл текстті белгілейді. Көрдіңіздер ме? Ctrl-L деген бар, бір жолды белгілейді. Қай жерде тұр стрелка? Сол жолды белгілеп береді. Так, тағы да қандай бар бізде? Бізге керекті тап деген бар. Жерде әмет мысалы A деген бізде атрибут бар да. A деп басып тап дейсіз, конструкциясы шығады. Жаңағы сияқты мысалы H1 дедік, конструкциясы шығады. Тап өте керек нәрсе. Тағы да қандай нәрсе бар бізде? Капсулық қолдана аласыздар. В принципе, самый керек горячий клавишалар осы деп ойлаймын, пока заморачиваться қажет емес шығар енді алғашқыда. Енді біреуіңізге жеңіл, біреуіңізге қиын. Сондықтан ақпарат көп болып кетсе, енді өздеріңіз асықпай, видеоны қайтадан қараңыздар, түсінбеген жерлерді қайтадан қарап, қайтадан ақтарып, жасап көріңіз, қайталап көріңіз, жаңағы программаны жазыңыз. Мен сіздерге бәрін жіберемін ғой. Сілтемесін бәрін жіберіп қоямын. Так. Қараңыздар, жаңағы ашқан файлдарымыз мына жерде тұр мысалы. Былай қарап отырсаңыздар. Давайте мен сіздерге қазір HTML файлды ашып берейін. Мысалы, папка жасайық. Проект болсын аты. Папканы ашамыз. Бізге мынандай нәрсе жасау керек. Мына жерде файл деген нәрсе бар. Осыған басамыз. Изменить параметры папок и поиска деген пәрменге кіреміз. Вид. Және мына жерде астыға төмен түсеміз. Мына жерде бар. Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов. Ол не нәрсе? Сіздерде мына жерде галочка тұрады. Кейбіреуінде тұрмауы мүмкін, бірақ основным алмайтын болсаңыздар, көбінесе галочка тұрады. Галочканы алып тастау керек. Ол не үшін қазір көрсетемін мысалы. Алып тастадым мен. Применить. Окей. Ені жағыңыз документ файл ашам. Көбімізде осылай тұрады. Жазасыздар. Бізде HTML ашқаннан индекс деп басылады. HTML-де. Ал мен мына жерде расширение өзгертіп аламын. Расширение деген нәрсе точкадан кейін нәрсе тұрады. Мысалы, JPEG деп тұрады, MP3, MP4 деп тұрады ғой сіздер. Өлең тыңдайсыздар, кино көресіздер, фото болсын, PNG, SVG деп. Мысалы, мына жерде текст деп тұрды. Бізге HTML деген не керекті? Сондықтан осы жерде өзгерту үшін жаңағы настройкадағы окей дейміз. Көрдіңіз, сіз Google-дың несі шыға келді. Осыны ашатын болсам, бұл біздің сайтымыз. Пока пустой бұл жерде код жоқ, понятный нәрсе да. Ол үшін осы файлдың ішінде параметр дедік, вид дедік. Осы жердегі мына галочканы алып тастаңыздар, жеткілікті. Көрдіңіздер ме? HTML файлды осылай ашамыз. Мына жақтан қалай ашады десеңіздер, мына файл жауып тастайық. Нет деп сохранить етеміз. Аламыз да апара саламыз. Шығып тұр. Мен сіздерге горячий клавишаларды айтып бір нәрсені айтпаппын. Мысалы қараңыздар, код жаздық. Мына жерде қараңыздар, точка тұр да, домалақ тұр, көріп тұрсыңыздар. Ол сен әлі сохранить еткен жоқсың. Сен әлі сохранить еткен жоқсың деген сөз да. Сен мынаны пока сохранить етпейінше, мысалы мына жерде бірден жазайықшы. Там hello bro текст та мысалы. Жаңағы сайт бар, обновить етемін, текст шықпайды. Не шықпайды? Потому что мен сохранить еткен жоқпын. Сохранить етпесең осыдан шықпайды да.
Ctrl+S деген кнопканы басасыз, сонда сохранить етіледі, және мына жердегі точка жоғалады да. Мына жақта обновить етесіздер. Hello bro деген текст шығады. Сіздің алғашқы кодыңыз, құттықтаймын. Енді мына конструкция туралы, HTML тілі туралы келесі сабағымызда, бұйыртса ертеңгі сабақта айтатын боламыз. Бүгін енді біздің сабағымыз осы. Бүгін біз компьютер туралы сөйлестік, ноутбуктар, процессорлар, характеристика туралы сөйлестік. Среда разработкалардың қандай түрлері бар, оларды қалай жүктеу керек, қалай орнату керек, қалай бізге қолайлы Emmet плагинін орнату керек, сондай-ақ қалай біз мына жерде расширение файлын өзгерте аламыз, қалай біз HTML файлын аша аламыз, горячий клавишалар деген секілді тақырыптарды қамтыдық. Бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Бүгінгі сіздерге үй тапсырмасы берілген 3 среда разработканың біреуін алып, өзіңіздің компьютеріңізге немесе ноутбугіңізге орнатасыз. Сондай-ақ осылай расширение файланы галочкасын алып тастап, осылай index.html деген файл жазасыз. Sublime Text болса, Emmet плагинін орнатып, осындай код жазып, маған осыны суретке түсіріп жібересіз. Назарларыңызға рахмет. Ертеңгі сабақта жүздескенше.